Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала қасиетті мешітке басқан әрбір қадамды сауаптан жазсын. Біз әдеттегенше, шамам жеткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатыр қасиетімен танысуды арға жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін мәселеміз фи уфури ақлихи ва закай луббихи, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақылының кемелдігі және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тапқырлығы. Алла тағала сөзсіз, құрметті бауырлар, жер бетінде аяғы басқан бүкіл адамдарды алып қарайтын болсақ, және қиямет қайымға дейін келетін адамдардың бәрін санын алып қарайтын болсақ, ақыл тұрғысынан, даналық тұрғысынан, хикмет тұрғысынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты пенде жер бетін баспаған. Оған дәлел ретінде қазір бірнеше мәселені бөлісетін боламыз. Соны шейх айтады: أما أفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه ففصاحة لسانه واعتدال حركته حسن شمائله فلا مرية أنه أعقل الناس وأذكاهم. Егер сөзсіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақылдың кемел жайлы сөз қозғайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның даналық жайлы сөз қозғайтын болсақ дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көркем сөз саптауын, пайғамбарымыз саллаллаху әдемі жарқын сөйлеуін айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрген кездегі денесін ұстауы, көркемдігін айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезін бәрін қозғайтын болсақ, сөзсіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамзаттың арасындағы ең ардақтысы және ең ілім естиді. Және шейх айтады: «Мән тәәммәлә тәдбири әмри бауатинихи халқ ва завахирихи ва сиясати аммати вал хас». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көркемдігінің және Алла елшісінің ақылдығын, кемелдігіне көз жеткізетін нәрсенің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдармен дипломатиялық, саяси қарым-қатынас деген кезде, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеке адамдарға және көпшілікпен мәміле құрған кездегі сәттер мән беретін болсақ, бұл нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кемелдігін білдіреді. Мысал үшін келтіріп кететін болсақ, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккені фатх еткеннен кейін Алла елшісі мен мүшриктердің арасында Хунайн деген жерде соғыс болады. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде Хунайн соғыс деген атпен қалады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұрын соңды қолына бітпеген өте көптеген дүниелерді Алла елшісі ие болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді исламды қабылдаған, бірақ жүректері бекімеген арабтың мүшрик тайпаларына адам сенгісіз байлықты үлестіре бастайды. Бұндай байлықты ала бастаған кезде кез келген адам Мұхаммедтің алдына келетін болса, саллаллаху алейхи уассалам соншалық малды көп алып кете берген. Бұны көрген кезде адамдар: ана Мұхаммедке бардыңдар, алдына барсам болды, мал үлестіре береді екен деп арабтың тайпалары барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыларға өте көп мал береді. Кейбір бір тайпаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сай толы малды да беріп жібереді дейді. Біз бен сіздердің түсінігіміз бойынша бұл нәрсе ақымақты көру мүмкін. Қанша осынша малды бір тайпаға беруге тұрарлық дүние ме екен деп біз ойлауымыз мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақылдың кемелдігі, не заттың ар жағында не бар екен тереңірек біледі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі кісіге малын үлестіреді, бірақ келесі жылы әлгі кісі бүкіл тайпасын ислам дініне алып кіреді. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Худайбия келісімде де мүшриктермен келісім отырған кезде сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл несіне келіспейді. Бір келісімге бітімге келуіне келіспей қарсы болады. Тіпті ұзақ уақыт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарсылық білдіреді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келісіп әлгі қол қойылады. Өйткені Худайбия келісімі, құрметті бауырлар, қарасақ мұсылмандарға пайда емес, керісінше зиян беретін келісім еді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көргендігі, оның ар жағы не болатынын біліп, бұған қол қойып келіседі. Кейін уақыт өткенде сол келісім шартты мүшриктердің тарапынан өздері бұзылып, келесі жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ап-ашық еркін түрде Меккеге барып тауаф істейді. Осылайша біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өміріне мән беретін болсақ, өмірдің әрбір бөлігінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақылдың кемелдігін байқаймыз. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеке адамға жөн насихат айтып бұйырған болатын болса, кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көпшілікке осындай насихаттан айтқан. Осылайша біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әскери стратегия таңдау барысында
немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дипломатиялық қарым қатынасқа түскен кезде біз алла елшісінің ақылдың кемелдігін жан жақтан көріп иншалла байқайды екенбіз. Осында шейх бізбен сіздерге құрметті бауырлар баяндап жатыр. Ары қарай баяндайды: ма ажиби шамаилихи ва бадиғи сиратихи. Сонсыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінезі таңғаларлық көркем мінез. Тіпті көркем мінезінің баяны Алла тағаланың өзі: иннака лағала хулуқин азим, ей Мұхаммед, шын мәнінде сен көркем мінезге иесің деп айтады. Яғни бұл жерде араб тілі грамматикалық тұрғысынан келетін болса, бірнеше қуаттау, яғни мағынаны қуаттау. Шын мәнінде сен қайтадан, шын мәнінде деген сияқты араб тілін талдайтын болсақ, бірнеше қуаттаумен келетін Құран аяты. Бұл деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінезін Алла тағаланың өзі жоғары деңгейде мақтап жатыр. Және бір арабтың ақын айтқан сөзі бар: егер бүкіл мақтауға лайық болған Алла тағаланың өзі Мұхаммедтің көркем мінезін осылайша мақтаған болса, онда адамзат Мұхаммедті қандай деңгейде мақтау керек деп, яғни Құдай тағаланың өзі осындай деңгейде мақтаған болса, онда біз қалайша мақтауымыз керек деп бір ақын өзінің сөзінде осылайша айтады. Осылайша құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір істеген іс-әрекеттеріне, әрбір қадамдар мән беретін болсақ, пайғамбарымыз ақылдың кемелдігін байқаймыз. Еліміз мән беретін болсақ, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша кемел жетілуіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұстазы болған жоқ, құрметті бауырлар. Кейбір дін дұшпандарым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұстазы болған деген сияқты жайды айтады. Егер біз мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бүкіл өмірбайынан екі жағдайда ғана пайғамбарға бір адам ұстаз болу мүмкін болған кездер болған. Ол ең бірінші, пайғамбарымыз 13 жасында Мекке қаласынан Шам өлкесіне сауда істеуге шыққан кезде, сол жерде Бухайра деген монахпен, яғни христиан дін өкілімен кездеседі. Бірақ бұл кездесу құрметті бауырлар бір ғана сәт болады да сонымен тарайды. Сол кезде айтқан сөзі, әлгі Бухайра дейтін монах сұрайды Абу Талибтен: анау кім деген кезде, мен оның әкесін деп айтады. Сол кезде монах айтады: бұның әкесі болуы мүмкін емес, бұл жетім бала деп айтады. Және айтқан насихаты Абу Талибқа: Абу Талиб, бұл баладан сақтан, көз қырын салып жүр, бұл балаға яһудтар тарапынан зиян келеді деп ескертеді. Сонымен тарайды. Екінші нәрсе білесіздер, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші 40 жасында уақыт түскен кезде Хадиша анамыздың көкесі болады, Уарақа ибн Науфал деген кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіп, Алла елшісі дірілдеп, бұл не нәрсе екенін білмей жатқан кезде Хадиша анамызды ертіп Уарақа ибн Науфалға апарады. Сол кезде Уарақа ибн Науфал айтады: бұл саған түскен періште, Жибрил періште, бұның алдын Мұсаға да түскен, Айсаға да түскен. Енді сенің қауымың болашақта сені Мекке қаласынан қуып жіберетін болады, сен сақ бол деп әлгі Уарақа ибн Науфал айтады. Егер Құдай тағала маған нәсіп етіп, мен сенің қасында болатын болсам, сенің дініңді қабыл етемін деп Уарақа ибн Науфал айтып, осылайша аз уақыттан кейін Уарақаның өзі жан тапсырып дүниеден қайтады. Біз мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біреуге шәкірт болған емес. Шәкірт болдау деген өз жерде екі ықтималда шын неге шәкірттің ұстаздың арасында байланысқан мүлдем келмейді. Тек қана бір сәтте ғана жолыққан. Бір сәтте жолығып осындай кең ілім алуы мүмкін емес. Және білесіз, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызу білмеген. Араб тілінде оны умми деп атайды. Алла тағала қасиетті Құранда сендерге сондай жазу сызуды білмейтін пайғамбар жіберді айтады. Бұл жердегі сөз, құрметті бауырлар, біздің уақытта дәл қазір біздің қоғамда біреуге жазу сызу білмейтін болса, сауатсыз деген сияқты бізде баға беріледі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызу білмеуі ол кісінің дәрежесін түсірмейді, керісінше көтереді. Не үшін деген кезде, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызу білгенде еді, адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтатын еді: бұл Мұхаммед Құранды өз ойдан шығарды, немесе оқып сызуды білгеннен кейін алдыңғы кітаптарды Інжілде немесе Таураттан көріп алды деген сияқты жала жабатын еді. Бірақ Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай деңгейден сақтау үшін, осындай күмәннен сақтау үшін ешқандай ұстаздан ілім алдыртпай, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазу сызу білмеген. Бұдан шығатын қорытынды, құрметті бауырлар, біз пайғамбардың дәрежесін төмен түсіріп жатқан жоқпыз. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәрежесін оқытып жатырмыз. Пайғамбардың ілімі шексіз дедік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хикметі тереңге енгенін айтқан болатынбыз. Енді Құдай тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз кеңшілігінен осындай иеліктерін бәрін берген. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала осындай игіліктер бермегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай терең ілімдер болмайтын еді. Олай болатын болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамзат ішіндегі ең абзалысы. Сонымен қатар кейбір риуаяттар былай келеді: инна Аллаһ тағала лам юъти жамиъан нас мин бадил дүния
иля инқидайхи минал ақли фи джанби ақлихи саллаллаху алейхи уассалам. Айтады, Алла субхана тағала адам атадан бастап ең соңғы жер бетіне келетін адамның арасында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам берілген ілімдей ешкімге берген емес дейді. Егер Мұхаммедке берілген ілім мен басқаларға берген ілім салыстыратын болсақ, оның құзырында бейне бір сахарадағы кішкене бір тау құм сияқты деңгейде ғана болады деген. Яғни соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ілімі басқа адамдардан жоғары екенін баяндап жатыр. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам терең ілімге ие болғанның тағы көрінісі құрметті барлар, бұны мужахид етеді. Мужахид үлкен табиғин ғалымдардан және Ибн Аббастың шәкірті үлкен тәпсіршінің бірі былай деп айтады. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам иза қома фи салати яра ман халфаху кама яра ма байна ядайхи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрметті барлар, тағы да бір ілімінің керемет бір көрінісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда тұрған кезде алдынан қалай көретін болса, арт жағынан солай көрген екен. Бұл нәрсе ғалымдар айтады, пайғамбарымыздың ілімінің тағы да бір керемет көрінісінің бірі дейді. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады, сендер намазда тұрған кезде саптарыңды түзу қылып тұрдыңдар, араларың тығыз болсын. Сендер сапта намаз тұрған кезде араларың бос болатын болса, шайтанның сол жерден жүргенді мен көремін деп айтады. Сол себеп біз намазда тұрған кезде ер адамдар бір-бірімізді иығымызды жақындатып, бірін жақында тырысамыз. Неге? Өйткені пайғамбарымыз салсам бізбен сіздерге бұйырған. Ал егер арамыз ашық болатын болса, арамыздан шайтан жүретіндігін, яғни бір-бірімізге деген алауыздықтың, бір-бірімізге деген реніш орын алатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде естіген. Бұл хадистен бізге негізі керек ой, негізі түйетін нәрсе, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдынан қалай көрген сияқты, артынан да солай көрген екен. Бұл сөзсіз, бұл құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алла тағаладан берген үлкен мұғжизаларының бірі. Және имам Малик рахимахуллах өзі Муатта кітабында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда тұрған кезде алдынан қалай көретін болса, арт жағынан да тура солай көретіндігін бізбен сіздерге баяндаған болатын. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайы Айша анамыз айтады: Зиядату задахуллаху ияха фи худжатихи. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқаларға берген ерекшеліктерінің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды құрметті бауырлар, кейбір кезде Алла елшісі адамдар сөз сөйлемесе де ішінде не нәрсе бар екенін білген дейді. Бұл да пайғамбарға Құдай тағала берген ілімінің керемет бір көрінісі. Бір кісі пайғамбарымыз салсам алдына кіреді, бірақ әлгі кісі сөйлеуден қысылып тұрады. Бірақ пайғамбарымыз салсам әлгі кісінің ойда не тұрғанын біледі, сосын сұрайды: сен күнә деген не нәрсе, соны білуге келдің ба дейді. Сол кезде әлі сахаба: я Аллахтың елшісі, мені де мазалап жүрген нәрсе бар, ойымда күнәлі іс пен сауапты істі қайта ажыратуға болады, немесе күнәлі істің шегі қандай деген сияқты сұрағым бар, сол мазалап жүр, бірақ оны сізден айтуға қысылып тұрдым дейді. Сол кезде әлі сахаба айтпаса да пайғамбарымыз салсам: сен осы нәрсені сұрағың келіп тұрмайды, әлгі сахабадан сұрайды. Әлгі сахаба бейне бір соны нәрсе айта алмай тұрғанын білгеннен кейін пайғамбар сұраған кезде: я Аллахтың елшісі, осы сұрағым бар деп айтады. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады: күнәлі істеген нәрсе сенің көкірегіңде кернейтін нәрсе дейді. Істеп қоятын болсаң, өз-өзің маза таппай, өз-өзіңде жейтін нәрсе болатын болса, бұл күнәлі іс дейді. Ал егер сауапты іс болатын болса, істеген соң сен жүрегің тыныштық табатын болса, онда осы сауапты істеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі кісінің сұрамаса да жауап берген. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккені фатх еткеннен кейін Абу Суфьянде болған арасында диалог бар. Абу Суфьян білесе, құрметті бауырлар, ұзақ уақыт бойы мұсылмандарға зиян берген, қаншама Мадинаға әскер жинап, мұсылмандарды өлтіруге әрекет істеген Меккенің ұлы басшыларының бірі еді. Сол Абу Суфьян Меккені фатх еткен соң ислам дінін қабылдайын ба, қабылдамайын ба деген сияқты бірнеше ойланып тұрған кезде пайғамбарымыз салсам айтады: Абу Суфьян, исламды қабылдайтын уақытың келді емес пе деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша оған сөз айтады. Оның ішіндегі нәрсесін, яғни пайғамбарымыз салсам біліп тұр, сол себеп сұрайды: Абу Суфьян, сенің исламды қабылдайтын уақытың келді емес пе деп айтқан кезде әлгі Абу Суфьян бейне бір пайғамбарымыз салсам оның ойында тұрған нәрсесін естіп қойғандығын, оқып қойғандығын біледі. Бұл да құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көргендігінің, Алла елшісінің ілімінің шексіз деген тағы бір көрінісі. Сонымен қатар Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берген ерекшеліктердің бірін тағы Айша анамыз айтады:
радиаллаху таала анха кана наби саллаллаху алейхи вассалам яра фи зулумати кама яра фи дауи. Бұл да енді Құдай тағаланың алла ерекшелігінің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндіз қалай көретін болса, түнде де солай көрген екен, құрметті бауырлар. Мына бізде әдетте мысалы үшін кейбір құстар, жапалақ, үкі деген сияқты құстар түнде күндіз көрген сияқты жақсы көреді ғой. Тура сол сияқты алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам берген ерекшелігі, алла елшісі күндіз қалай ап-анық нақты көрген сияқты қараңыз басқан сәтте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша көрген екен, құрметті бауырлар. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше қырлардың тағы да бір көрінісі. Ары қарай ғалымдарымыз пайғамбарымыздың ерекшелігін былай жалғастырады. Уал-ахбару касира сахихатун фи руятихи лил малаикати ва шаятин. Сонымен қатар алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға басқаларға берілмеген нығметтердің бірі періштелермен кездесу нәсіп еткен. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил періштемен кездескен, және Жибрил періштенің өзінің бейнесінде, нақ періштерлік асыл бейнесінде 2 рет көрген. Бірі алғашқы уақыт түскен кезде осы, екіншісі Миғраж кешінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Жибрил періштенің өз бейнесінде көрген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сипаттаған кезде Жибрил періштенің 600 қанаты бар деп айтқан еді. Ал қалған уақыттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил періште көп жағдайда Дихиятул Калби дейтін сахабаның бейнесіне келетін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи періштелермен кездескен. Ондай ілім, құрметті бауырлар, пайғамбарға берген ерекшеліктен тағы бір көрінісі. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, құрметті бауырлар, Эфиопияның басшысы оған Нәжашидің денесінде алып келінген дейді. Мынау бізде мұсылмандардың арасында кейбір жаназа намазына қатысты талас мәселе бар. Талас мәселе бар. Бізде Ханафи мазхабы бойынша, құрметті бауырлар, егер біздің алыста болған туысқандарымыз, ағайындарымыз, таныстарымыз қайтыс болған болса, оған ғайып жаназа намаз оқылмайды. Мынау Қытай республикасында кейбір біздің қандастарымыз сол жерде қайтыс болған кезде, осы Қазақстанда жүрген кейбір Қытайдан келген қандас бауырларымыз сон сұрақ қойған еді. Біздің осында ағайындарымыз қайтыс болып жатыр, Қытайда соларға Қазақстан тұрып жаназа намаз оқысақ бола ма деп. Біздің Ханафи мазхабының ережесі бойынша, құрметті бауырлар, ғайып жаназа намазы оқылмайды. Ғайып жаназа деген сөз денесі жоқ, бірақ сырттан оқу. Біздің мазхабтың талабы бойынша сол адамның мәйіттің белгілі бір бөлшегі болу керек жаназа оқылу үшін. Егер жоқ болатын болса, жаназа бізде оқылмайды. Сол кезде кейбір бауырларымыз сұрайды, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Нәжашиге жаназа оқыған ғой, сол дәлел болмай ма? Біздің алыста болған бауырларымызға жаназа намаз оқысақ, осы қисса немесе осы оқиға дәлел емес па деп айтатын бауырларымыз бар. Және кейбір мазхаб иелері, соның арасында Шафи мазхабында ғайып жаназа намазын оқиды. Мысалы үшін біз Мысыр елінде оқыған кезде сол шәкірттердің, мысалы ағайындар, туыстары қайтыс болатын болса, намаздан кейін тұрып, осындай деген шәкірттің Танзанияда немесе Чад деген мемлекеттен осындай бауырымыздың әкесі қайтыс болды, соған ғайып намаз оқиық деп шәкірттерін жинап, сол неде университеттің несінде қалайды мешіттен намаз оқитын едік. Енді біздің Ханафи мазхабы бойынша ол оқылмайды. Мынау дәлел бізді ғалымдарымыз алмайды. Нәжашиге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оқылуын. Неге дейтін болса, ғалымдар осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мұғжиза болды дейді. Қандай мұғжиза деген кезде пайғамбарымыз Нәжашиге намаз оқыды. Бірақ намаз оқыған кезде біздің ғалымдар түсіндіреді, алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тура алдына Нәжашидің денесін әкеліп қойды дейді. Нәжашидің денесін әкеліп қойды. Сөйтіп әкелген кезде пайғамбарымыз салсым ол кісіге жаназа намазын оқыды, кейін оның денесі қайтты дейді. Сол себепті біздің мазхаб ережесі бойынша, құрметті бауырлар, Нәжашиге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқуы ғайып жаназа намаз оқуға деген дәлел ретінде жарамайды дейді. Неге дейтін болсақ, Нәжашидің жағдай тек қана бұл исключение, алла тағала оған алып келген дейді. Ал басқа да ұлы сахабалар қайтыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху көзін көрген, алла есінің қасында жүрген көптеген сахабалар қайтыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға ғайып жаназа намаз оқыған емес дейді. Егер салыстырмалы түрде Нәжашиге қарағанда алла есінің қасында жүрген сахабалардың мәртебесі жоғары еді. Пайғамбарымыз саллаллаху оқитын болса, соларға оқу керек еді деп біздің ғалымдарымыз түсіндіреді.
міне біздің айтқымыз келіп жатқан дүние, құрметті бауырлар, бұл енді фиқ үкіміне кіріп кеттік, аз да болса пайдалы болған жерден ойдамыз. Бірақ пайғамбарға берген алла тағаланың үлкен нығметтері және ілімінің артықшылығының көрінісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Нәжаши қайтыс болған кезде алла тағала Нәжашидің денесін тура пайғамбардың алдына әкелген. Сөйтіп пайғамбарымыз ол кісіге ғайып жаназасын оқып, жаназасын шығарған болатын. Бұл да, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берген ерекшеліктердің бірі. Сонымен қатар пайғамбардың ілімінің көрінісі, құрметті бауырлар, тағы бір ерекше көрінген тұсы, ол пайғамбарымыз Исра Ми'раж кешін істеп келгеннен кейін пайғамбарымыз Әл-Ақса мешітіне бардым деп халыққа айтады. Сөйтіп Меккенің халқы пайғамбарымыз келемеждей бастайды. Қаяқтан бардың, неге сен алдап жатсың, неге сказка айтып жатсың деген сияқты сөздер айтады. Сонда алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура көз алдына Бәйтіл Мақдистің суретін әкеп қояды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі мешітте қанша терезе бар, қанша есік бар, қандай бұрыш бар, бәрін пайғамбарымыз түгел сипаттап береді. Мына мешітте мен қызмет істеп жүргенім 2 жылдан асқан болса да, осы жерде қызмет істеп жүрсек те, мен аяқта қанша терезе бар екен білмеймін. Андай клеткалар қанша бар екен білмеймін. Қанша мысалы үшін мынандай бағана бар екен білмеймін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай сұралған кезде алла елшісінің алдына бәрі келеді, сөйтіп пайғамбарымыздың өтірік нүктесін бәрін сипаттап береді. Бұндай ілімді алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи басқа ешкімге берген емес деп ғалымдарымыз ерекше айтады. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху осыдан да басқа көптеген ілімінің артықшылығын баяндайтын сипаттар көп, бауырлар. Жаңа сабақтың басында айтқанымыздай, адам атадан бастап ең соңғы жер бетіне келетін адамдардың арасында қанша IQ мықты болған инженерлер болсын, физиктер болсын, химиктер болсын, олардың ешқайсының ілімі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қасында ешқандай ілімге жатпайды. Бүкіл адамзаттың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ілімі бәрінен әрқашанда, құрметті бауырлар, жоғары болады. Бұл біздің мұсылмандардың пайғамбарға деген сеніміміз осындай. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгінгі бір қыры ілімінің шегі жоқ екенін иншалла баяндап өттік. Алла тағала сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берілген ілімнің аз да бір ұшын, бөлігін бойымызға сіңдіруді нәсіп етсін. Ахири дауғана иннал хамдулиллахи роббил аламин.